күйеуіңнің аяғын жу, күйеуіңмен кешірім сұра, оны жаса, былай жаса депші. Бірақ енді көп әйелдің оған тәкаппарлық жібермейді ғой, күйеуінің аяғын жууға, оның алдында прям мені кешір деп айтуға. Мысалы, сізге осындай амалдарды жаса деп айтса, сіз жасайтын ба едіңіз? Иә, қазір жасаймын. Қазір жасайсыз ба? Жасаймын. Кешірім де сұраймын. Бірінші аяғын қалай жудыңыз? Бірінші жуған кезде маған өте ауыр болды, қиын болды. Түпке сен аяғын жуайын деп айттыңыз ба? Күйеуіңізге? Аяғымды жуып бергім келіп жатыр дедім. Бірақ аяғымды жуып жатқан кезде уже мен күйеуіме ойым дұрыс болмаған кезде көзімнен жас ақты еріксіз. Өйткені мен күйеуіме бағынбайтын едім ғой. Жуып жатып, жылап жаттыңыз ба? Көзімнен жас ақты, мейірім жас қатты ақты, жылаймын. Бірақ күйеуімнен кешірім сұрадым. Кешірші, мен саған қатты сөйлеп қойған болсам, ренжіткен болсам, бағаламаған болсам, менсінбей қараған болсам деп айтқан едім күйеуім. Жоқ, маған разысың ба деп сұрадым. Иә, саған разымын дедім. Содан кейін мен уже жолымда жүрсе бастады. Иә, күйеудің разылығы керек екен. Алдын күйеуім тыңдағым келмейтін еді. Өйткені ол кезде өзімді мықты қылып көрсеткім келді.